үшін 640 теңгеге мұқтаж болып отырса үйінде, сен қарның тойып отырсаң, пайғамбарымыз айтты, мұсылман емессің деді. Неге? Көрші ақысы ол қандай жоғары? Сонда сіз жылына бір-ақ рет сол көршіге кіресіз ба? Жылына бір-ақ рет ағайынның халін алып отырсыз ба? Сонда бұл не сөз? Айналдым сол. Жылына бір беретін 640 теңгені сонда соған бергенге ұялмайсыздар ма? Мысалы, арлы, білмеймін, мүгедек көп жүре алмаған адам болмаса, басқа арлы адам сізден 640 теңге алғанда алмайды да ол. Сен мені кім деп тұрсың дейді. Бауырлығың, сенің ағайындығың, сенің мынау күлімсірегенің, жылылығың 640 теңгеден артық біз үшін. 640 теңгені беріп алып, көп адам мейлі үстіне қосып берерсің. Кейінірек араласқан кезде сізге сәлемді дұрыс бермесе, сіз санайтын әдетіңіз бар ғой. Мен саған пітір беріп едім, бермесең де жүрегіңді мына жерде үйкеп жеп қояды, жүрегің жарылып кетеді. Бұл маған сәлем дұрыс бермеді, тойына шақырмады, құдалығына шақырмады мені, ақылдасуға, кеңесуге мені шақырмады деп. Бұл не сөз? Сондықтан жаным, беретін болсаң, кәдімгі жинап тұрып молынан бер. Одан кейін санама, ағайынға берет дедік. Бірақ ағайынның 640 теңге сізге берсе, осы тыңдап отырған, аласыз ба? Айтыңызшы. Арыңыз, намысыңыз жақ жеп қояды сізді. Ей, сен кім деп отырсың мені деп. Сондай дүние. Менің тырнағым жанына қарай өседі, сол жара болып, сол ештеңе етпейді ма? Оны вросший ногть дейді. Оны жақсы неге бар айналайын? Хирургқа барсаң, түзетіп қояды. Бірақ оразаны бұзбайды. Былай өсемі, айналып тұрып, қошқардың мүйі сияқты өзің айналып кіремі, оразаны бұзбайды. Бірақ докторға барып, ең кем дегенде маникюр мен педикюрге бар айналайын. Алғаш рет ораза тұттым, горилла ішіп қойыппын, 1 сағаттан соң есіме түсті, ұялдым, ораза бұзылады ма? Ұмытып ішкенің үшін бұзылмайды. Неке қиылмаған болса, құшақтасуға бола ма? Жоқ. Сенің анаңды, сенің қарындасыңды, сенің әйеліңді біреу құшақтап жүрсе, бізде ештеңе жоқ, ойымыз нормально, құшақтай береміз десе, сен бұндай адамды дәйістейді жаным. Ол сенікі, сен құшақтауға міндетсің. Солай, құшақтама. Үйленіп неке қиғаннан мен шақырасың тойда, некені қиып берем құда қаласа. Содан кейін, кемпір шал болғанша құшақта, шаршағанша құшақтайсың. Қайырлы таң баршаңызға. Аузыма қақырық келе береді, не істеуге болады? Қақырығыңыз оразаны бұзбайды, бірақ қақырықты жұту мәкрух. Сон екінші одан өткен жама мәкрух бар, соны түкіріп көрінген жерге көгеріп тастап кетсеңіз, аз тамақ жеп отқанда да не болмасын, соны аяғыңызбен жауып немесе сүртіп тазалап кетіңіз. Мен араласпай кеткен адам қазір маған тиісіп жүрсе, шыдап жүре берейін бе, әлде сол адамға айтсам болады ма? Сен өзіңе де сол керек болып жүр ғой. Қой деп оған. Пітір садақаны отбасы үшін бір адам салса қабыл бола ма, или әр адам өзі үшін беріп па? Бір адам үйдің иесі, отағасы, сол берсе береді. Жеткілікті. Ассаламағалейкум, сәресіне ұйықтап қалып, оянған кезде бата жасап ұстай берсем бола ма? Болады жаным. Бата жасап, ауызды бекіткенде бүйту шарт емес. Көп адамдар бата қылатын кезде бүйте қылады екен, ниетін. Жоқ, бүйту шарт емес. Бұл жердегі дұғасы. Және дұғаны ауызбен айтудың өзі таласты дүние. Негізі дұғаның ниеттің мекені жүрек болады. Мына жүрек. Ертең ораза ұстайын деп, или бүгін тұрдың мына, кешігіп қалдың, айырмашылық жоқ. Ниет еттім ораза ұстауға деп ойыңыздан өткізсеңіз болды, ауыз берік болады. Енді қосымша соны бекітіп қояйын, закрепить етіп қояйын десеңіз, ауызбен, ей Алла сені ризалығың үшін дегенде, біз оны дұға ретінде қабылдаймыз. Сондықтан алақан жайып, қыблаға бұрылып, әйтеуір бұрылмасаңыз қол жеп, Алла бүгін ораза ұстауға ниет еттім дейсіз, болады. Одан кейін бүйтіп, үстін бүйтіп, сүртіп алып бата қылудың керегі жоқ. Я Алла сен үшін ораза ұстадым, қабыл ет дейсіз, тұрасыз да кете бересіз. Арабша білсең, арабша айт, білмесең өз тілінде айта беріңіз, қабыл болсын. Ауызашардың тамағын ысытып жатып байқамай 7-8 минут бұрын татып қойыппын, ештеңе етпейді. Аузыңызға, есіңізге түскенде аузыңыздан шығарсаңыз болды. Пітірді отағасы емес, әйел берсе бола бере ме? Бола береді. Бірақ отағасы білу керек. Ауыз беріп кезде укол оразаны бұзбайды. Белгіленген пітірден көп бере берсе бола ма? Пітір бір адамға артық беріледі. Семьяда 4 болсақ, құдайым бізді 5 қыл. 5 болсақ 6 қыл. Алға жылжымаған артқа сырғиды деген атан қазақтың жақсы сөзі бар.
біз алға жылжайық. Құдайым, әулетім 6 едік, келін түсіп 7 болайын, 7 едік, немере туып 8 болайық, 8 болса 10 болайық деген сөз бар. Сондықтан жақсылыққа ұмтылыңыз. Құдай қайыры, жақсылықтың болғаны жақсы ғой. Сондықтан сонда ниетпен дұғамен беріңіз. Ана итке береді деген бір сөз бар, ол артық сөз, дұрыс емес. Үйдегі итке, ана Майло деген ит бар, Майлоға, содан кейін барып үйдегі тараканға, мышыққа ешкімге берілмейді, жылқыға, итке берілмейді, мысыққа да. Ауызды бекітіп қойғам, ертерек ораза баршаларыңыз қабыл болсын. Туылмаған іштегі балаға пітір беріле ме? Қазір ғана айттым. Қанша бересіз? Сұрақ. 640 теңге. 640 теңге қалтадан түсіп қалса деп проблема жасап, милиция шақырып, полиция шақырасыз ба? 640 теңге қалтаңыздан түсіп қалса. Қалтаңыздан түсіп қапты. 500 теңге, соңынан 140 теңге тағы түсіп қалды қалтаңыздан. Полиция шақырасыз ба сол үшін? Шақырмайсыз. Енді телефонды көтеріп, полиция шақырмаған дүниеге іштегі балаға пітір берейін ба, бермейін ба? Неге бермейсіз? Құдайым, сол келін аман-есен босансын, 4-еуміз 5 болайық деп жақсы ниетті айтып отқан жоқпыз ба? Өзі мұсылманның ұлы бір жақсы пайғамбарымыздың иннамал амалу бинният, барлығы ниетке байланысты дейді. Жақсы ниетке талпынайық та біз. Сол ниетіне қарай, біз халқымызда пейілі жақсы бұның ниеті жақсы деген жақсы сөз бар. Сол жақсы ниетті қояйық та. Сен ғалым бол, әулие бол, бірақ ниетің арам, пасық бол, біреуді көре алмай, жұлдыз менмін, менен басқа ешкім жоқ деп, өзіңді ғана білсең, өзіңді ғансаң, не пайда ол қайырдан? Сондықтан көппен бірге көрген ұлы той дейді атаң қазақ. Көптің ішінде жарылқаған жақсы болады. Көп болсын, ел болсын, халық болсын деген жақсы дүние. Қызым кетіп еді, оқуға берейін ба? Күйеу балам мында отыр еді, берейін ба? Күйеу бала біздің семьяға кіре ме, кірмей ма? Ол дұшпан ғой. Не болсын жама, аман болсын деп беріп қойыңыз. Жылына бір келетін дүние. Не отырады? Ауыз ашар істейтін күні ораза ұстамасам бола ма дейді. Күшті екен, мен бүгін жұмысым көп. Бүгін мен ентіге барам, ертең тестке барам, 3-ші күні бастыққа барам. Бүгін что-то настроением жоқ. Сен сол ауыз ашар істемей-ақ ораза ұстағаның артығыр. Оразаны мен қиналдым, ертең қиналам, ауыз ашар берем, үйге оңай ма? 70 адам келеді біздің үйге деп ұстамағанша, лучше сол ауыз ашар бермей-ақ қой. Сол жақсырақ болады. Бір жақсы пайдалы дүние естейін деп кірген еді, мүңкей бала жаның жиналған екен, тіпті сұрауға тұрмайтын нәрсе сұрайсыздар ғой дейді. Олай айтпаңыз, Ожахметова госпожа. Бұл жерде әртүрлі азаматтар отыр. Менің халқым, менің бауырларым, үлкені бар, кішісі бар. Елдің бәрі дана емес. Елдің бәрі біле тумайды. Маған бала шағаның сұрағын 1000 рет қойса, 1001 рет жауап беруге ризамын. Дін ол бір жаңалық ашып, бір новый кіретін нәрсе емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бері қарай қайталанып келе жатқан дүние қайталана береді. Біз ойлағанбыз, біз дамып кеткенбіз деп, біз дамып сөйтсе біздің халқымыздың мына деңгейін көрсететін сұрақ. Сондықтан бұл біздің еліміз. Жаман да болса ағамыз, жақсысын қайдан табамыз дейді. Басқасын ешкім бермейді маған. Кеше президентіміз барған Әзербайжаннан бермейді, Америкадан бермейді, аспаннан ешкім бермейді. Біз өзіміз барымызбен базармыз. Сондықтан солардың деңгейі көтерілсе екен деген, солардың деңгейінде ғана қалам ұстайтын адамның деңгейінде жауап берген дүние. Біз кеше ұйқы мәселесінің тақырыбын ашқанбыз. Бұл сол тақырыпқа кіреберістің алдындағы бір дүние. Сол тақырыпты бүгін жалғастырамыз. Ұйқы мәселесі, Алла тағала бізге ұйқыны нығмет етіп берді. Сол ұйқының қалай өту керек, қалай ұйықтауымыз керек, вообще ұйықтау керекпіз ба, ұйықтамау керекпіз ба? Кейбір адамдар мен ұйықтамай жүрмін дегендердікі дұрыс па? Не үшін ұйықтай алмайды кейбір адам? Неге ұйқы бұзылады? Әйтеуір не керек? Осы төңірегінде сауалдарды бастағанбыз. Енді соны иншалла жалғастырсақ деген ой.
Ораза кезінде ерлі зайыптарға қосылуға бола ма? Ауыз ашқаннан кейін болады. Болады. Алға. Осы жерде мына әйелдер туралы жаңада көріп қалдым, бір әйелдердің жәннеті, әйелдердің мекені деген сұрақтар, сонымен сұрақтарыңызды қорытындылайық. Әйелдердің жәннетке баруын пайғамбарымыз жақсы хадиспен айтып берген. Ида соллат марратаху хамса. Әйел адам 5 рет намазын оқыса, 5 мезгіл. Ва сомат шахраха. Рамазан айында ораза ұстаса. Яғни сіздер айтып отыр пайғамбарымыз. Ва хафида фарджа. Өзінің абыройын сақтаса, еріне адал болса. Бұл еркекке де қатысы бар бұл нәрсенің. Ва аато заужаха. Күйеуіне мойынсұнса. Шариғатта қарсы болмаған, өзіне қауіпті болмаған нәрселерде мойын ұсынса. Ва қала лаха. Оған айтылады. Сол әйелге, сондай істеген әйелге не деп айтылады екен? Удхулул жанна. Жәннетке кір. Би абуаби. Қалаған есігінен кір. Самани. 7 қалаған есігінен жәннеттің қалағаныңа кір деп айтылады. Сондықтан халқымызда әйелдің ері қасында болса, абыройы басында болады деп бекер айтпаған. Енді таласатындар көп, еркек андай болса, еркек жалпы айтылған бұл түсінік. Осыдан ары қарай өзіңіздің өміріңізді, қажетіңізді тарқата бересіз. Ұйқы мәселесі. Ұйықтар кезде дәрет алып жату, 2 бас намаз оқып жату, фалақ, нас, аят күрсіні оқып жату, бұл жақсы ұйықтаудың кепілдігі. Сонымен бірге отты өшіріп жату. Кеше айттық, қандай от болса да, яғни үйдегі отопление өшіріп қатып қалмау керек. Бұл жерде от деген от өшіп қалып, немесе жанып кетіп, перде жанып кетіп, үй өртеніп кетпесін деген мәселе. Екінші оттағы бір ишаратный нұсқа, бұл ұрысып қалу. Әйелімен күйеуі, бауырымен бауыры, балалар, қыздар бір-бірімен ұрысып қалса, бір-бірін ренжітсе, содан бір-бірінен кешірім сұрау, бұл аса маңызды дүние. Сондықтан айтпақ болғанымыз, жатар кезде осыны жасап жатыңыздар. Одан кейін Алланың атыменен жатыңыздар. Төсекті қағу әдеті бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям төсек қағу сүннетке жақындатқан. Көрсеткен өзі. Төсекті қағып сілкіп жатуымыз керек. Аяқ киімді онда әдебіне келген кезде айтам, киюдің әдебін. Сол сияқты төсек қағу деген сөз бейтіп шаң топалаңын шығарып, сілкіп, үйде бүкіл онсыз да тазаланбаған тамақтың бәрін бейт көтеріп, жаңа заттың бәрін сілку емес. Яғни сәл қағып сілкіп, Алланың атын айтып, бисмилля деп қағып сілку, бұл жақсы нәрсе. Жын болса, жын қашады біліңіздер. Егер жәндік бір нәрсе болса, оған да пайдалы, білесіздер, мен айтпай қояйын. Сондықтан міндетті түрде осы нәрсе жасалады. Егер адам төсегінен қорықса, жатар кезде бір үрей болса, сол төсекке жүрегі тартпаса, немесе үйде жалғыз қалса, бисмиллахи ала таваккалту ла хаула ва ла қуввата илля билля деп, ағузу бисмиллахын айтып барып, аятыл курсыны 3 рет оқып жатсын дейді. Кейде болады. Лажы келсе, шама келсе, адамның қасында бір жақсы нәрсе жатқаны дұрыс. Адам, яғни баламен, кішкентай бала болса, ерімен, ер азаматтармен тыңдап отқан азаматтар, жарыңыздың қасында жатуға әрекет қылыңыздар. Бір-бірлеріңізге қарап жатыңыздар. Бұл ортадағы мейірім, рахымды арттырады. Бөлек қарап, бірінен бірі теріс қарап, еркек адам жаңаға қабырға қарап, телефон былай шұқып, әйел адам екінші жаққа қарап, телефон шұқса, ортасына шайтан жататындығы анық. Енді бұл бір-біріне қарап тикток көріп жат деген сөз емес. Қалай болғанда да бір-біріне мейірімі болсын. Енді кейбір адамдар болып бір-біріне қарап жата алмайды. Мысалы айтайық, оң иығымен жатқан кезде кейбір адам теріс қарап жатуға мәжбүр болып қалады. Бала емізеді, әйтеуір басқа нәрсе. Ондай емес. Жалпылама шама келгенше бір-біріне қарау, бұл мейірімдікті арттыратын дүние. Одан кейін жатар кезде үстіне әтір сеуіп жату, бұл жақсы бір
сүннет жақсы амалдардан жақсы әтілер, одан кейін аз ғана сеуіп жатыңыз. Бұл адамдың қуатын арттырып, ер азаматтардың бел қуатын арттырып, әйел азаматтардың мынау бір-біріне деген мейірімін арттырады. Жаңа кейбір адамдар кешке дейін жуынбаған, кешке келіп сол үстіне жатар кезде жуынбағандықтан үстінен кейбір кезде иіс шығып жатады. Содан кейін ерім мені қаламайды, немесе әйел ер адам бір-біріне ортасына қаламаушылық осыдан келіп шығады. Келесі, бір-біріне кешірімді айтып жатсын. Ер адам әйеліне, әйел адам еріне, ата-аналарға, балалары, бауырларға, Абу Замзам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, Абу Замзамдай дегендей бір-біріне кешірім айтып жату. Егер біреу маған ғайбат еткен болса, мені мысалы мен өзім енді білмеймін, енді солай болып кетті, ондай қалауым жоқ еді, Аллах куә, бірақ әйтеуір қатты танымалдық болғаннан кейін әркім әртүрлі сөз жаңағыдай жазып жатыр ғой, масон дейді, анау дейді, мынау дейді деп. Енді мен кеше ғана Америкадан көшіп келген адам емеспін. Мен осы жерде туылып, осы жердің азаматымын. Менің 14 жасымда имам болғанымда халқым, сол кезде халық жақсы біледі. Содан бері еліміздің республика көлемінде діни қызметтемін. Сондықтан айтатын адамдар көп. Сонда әр күні кешке, я Алла, мен өсектеген, маған ғайбат айтқан, менің атыма жаман сөз айтқандарды, я Алла, мен кешірдім, сен де оларды кешір, мен де олардың мойнына асылмайын, қияметте маған да ешкім мойныма асылмасыншы деп дұғадам. Сол үрдісті сіздерге де үйретуге шақырамын. Я Алла, кімде-кім маған қиянат қылған болса, кімде-кім бетіме анық сыртымнан ғайбат қылып өсектеп жаман нәрсе айтқан болса, я Алла, мен оларды кешірдім, сен де оларды кешір. Олар да маған асылмасын, мен де оларға ақымды, аяғымды таптадың, нарымды таптадың деп мен де асылмайын деп айтып жатқан жақсы болады. Яғни бір-бірлеріңізге кешірім беріңіздер. Бергенде бүйтіп қарап, кешірдім мен сені демей, яғни кешірдім, дұрыстап жүр осыдан кейін дейтіндер бар. Жоқ, олай емес. Міндет қылмай істеңіздер. Намазды да ла тамунну алайя исламакум, исламда болғандарыңды міндет қылма. Мен саған кешіріп едім, оңбаған десе, оказывается білмей қаппын ғой дегемеңіздер. Алланың ризалығы үшін жасаған іс қайырлы, сауапты болады. Алладан үміт етіңіздер. Рахымдық Аллада болады. Келесі, қыблаға аяқ созбаңыздар. Қыблаға шама келгенше аяқпен теппеген жақсы. Енді мүмкіншілік болмаса солай болады. Одан ары қарай өтетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түнде шошып оянса, адам ұйықтай алмаса, яки болмаса бір ыңғайсыз түстер көретін болса, түстерге ертең өтеміз. Түстердің тарихына адам қалай түс көреді, түс қайдан кіреді, оны ертең өтеміз. Ертеңгі сабақ одан қызық болады. Сондықтан түстеріңіз жақсы болу үшін күндізгі істерге қараймыз. Одан кейін шошып оянып түс көретін болсаңыз, онда 2 бас намаз оқуды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге нұсқаған. Дәретіңізді аласыз, дәрет алып болғаннан кейін 2 бас намаз оқып, содан кейін дұға қылып жатасыз. Бұл сіздің ұйқыңыздың жақсы болуының бірден-бір себебі. Келесі, қайлуля, яғни күндіз бір мезгіл ұйықтап алу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір мезгіл ұйықтап алар еді. Неге? Тахаджудке тұруға, вахам жақсы ұйықтауға себеп болар еді. Тым қатты ұйқы жақсы көретін кісілер, енді осы жерде отырған шығарсыздар, бірнеше мыңның ішінде ұйқыны жақсы көретін енді адамдар бар. Енді ұйқы десе енді күн ба, түн ба, беймезгіл уақыт па, ұйқы десе әйтеуір жан салмайтын адам бар. Негізі ол да жақсы қасиет. Адамның ұйықтай алуы да көңілдің тоқтығын білдіреді. Егер адамның уайымсыз қара суға семіреді демекші, адамның кішкене көңілі тыныш болу және жақсы мінезі жақсы болған адамдар ғана ұйықтай алады. Яғни шыж-быж дейді ғой қазақта. Кішкене сабырсыз адамдардың ұйқысы да жөнге келмейді. Сондықтан ұйықтау Алланың бір нығметі деп түсініңіз. Енді тым қатты көп ұйықтау, уайымсыз, ғамсыз көп ұйықтау, Әзірет әлі айтқандай Алланы ұмытуға алып келеді. Сондықтан шама келгенше ұйқыны азайтқан жақсы болады. Имам Шафиғиден сұраған екен, білімді мойынға, ойға көп кіру үшін не істеу керек депті. Яғни тез жаттау үшін, жазған нәрсені тез жаттау үшін не істеу керек оқығанды десе, азырақ ұйықтау керек деген екен. Содан кейін азырақ ұйықтап жатырмын десе, базар аралауды қою керек деген екен. Яғни көп дүниеге былай, біз қазір байқасаңыздар, магазинге кірсек бүйтіп витринаны қарай береміз, бас жоқ аяғы. Сол нәрсені сәл азайтсаңыз, онда зейін көтеріле береді адамда.
Ал енді тек қана зейінді көтеретін дүние адамның ілімінде көтеруіне себеп болады. Жаттауына, яғни қасиетін көтерілуіне. Ұйқы кезінде бір дәрігер бір баланы алып келген екен дәрігерге. Мына бала ұйқысы дұрыс болмай жатыр, көп ұйықтамайды, сабақ оқи береді немесе деп айтқан кезде жаңағы дәрігер сұрапты, қанша сағат ұйықтайсың деген екен. Соны айтты, 4 сағаттай ұйықтаймын, 3-4 сағаттың көлемінде ұйықтаймын десе, жаңағы дәрігер айтты, адамның полноценный толық ұйқысы дұрыс болу үшін 5 сағаттан жоғары ұйықтағаны жақсы деген екен. Сонда жаңа бала сұрады дейді ғой, сіз осындай дәрігер болып, елге осындай медицина оқып, осындай ғалым болуыңыз үшін 3-5 сағат ұйықтадыңыз ба десе, жоқ, мен өзім 3 сағат ұйықтағаным деген екен. Сол сияқты адам талпынып оқиын десе, ол баланы қақпаңыздар, оқысын, денсаулығы жақсы болады, бұйырса өзіне қажетін алады. Бірақ тым ұйықтамай көзі бадырайып жатқан адамдар болады. Бұл адамдар Құран оқыса, немесе қазір ұйықтап кету үшін телефон қарайтындар бар ғой, сол үлкен қателік. Мен ұйықтаймын деп телефонды қарап отырған, бұл денсаулықты да, миды да әбден шаршатып ертеңінде мең-зең қылатыны сол. Тек қана кітап қарап жатып ұйықтаса, имам Шафиғи солай болар еді дейді. Имам Шафиғи солай болар еді дейді. Қолына кітап алып ұйықтайды екен. Соны бүйтіп қарап ұйықтап жатады екен да, кітап бетіне түсіп кеткенде оянады екен. Сізбен біздің бетімізге телефон түсіп кетіп жатыр. Сондықтан айырмашылығын өздеріңіз көріңіздер. Және телефонның ішінде де бір уағыз, жақсы нәрсе көріп жатса да сыңайлы мейлі, бірақ артық нәрсе көретініміз ақиқат.